Сәлем достар, 2022 жылы ИП иесі болсаңыз, максимальный декретный алғыңыз келсе, осы видео сізге қызық болады. Баланың қажеттіліктерін бүгіннен бастап ойлап бәрін пландау керек. Декретный 1,5 миллион теңге алғыңыз келсе, осы видеоны жақсылап тыңдаңыз. Егер сіз ИП ретінде минимально төлеп жүрген болсаңыз, отчисленияларды енді аяғыңыз ауыр екенін білгеннен бастап максимально социальный отчисление төлеген жөн. Максимально осы 2022 жыл үшін ол 14.700 теңге. Яғни сіздің доходыңыз 420 мың теңгеден есептеледі. 420 мың ол потолок. 420 мыңның 3,5% 14.700. 14.700 теңгеден 7 ай бойы төлейсіз. Алдында егер минимальный 60 мыңнан 1 МЗП-дан төлеген болсаңыз, сонда до родовые сіздерде примерно миллион теңге шығады. Миллион 20.600 егер точно айтсақ. Бұл сумма соңғы 12 айдан есептеледі. Соңғы 12 айдың орташа табысыңыздың 4,2 коэффициенті. Яғни 126 күн сіз как будто бы не работаете. Жаңа 30 аптада декретке шықтыңыз, ар жағы 10 аптасыз. Жаңа бала көтеріп жүрсіз, артынан 56 күн баланы күтіп жүрсіз. Осы 126 күн бұл жаңағы сіздің айлығыңыз, орташа айлығыңыз. Бала босанғаннан кейін единовременный выплата болады. Бірінден 3-ші балаға дейін 38 МРП, 4-шіден және одан кейінгі балаларға 63 МРП. Сонда бірінші бала болса, примерно 116.394 теңге. Осы жыл үшін МРП бізде 2022-де 3.180 теңге. Ал бір жасқа дейінгі бала күтімі үшін сізге берілетін ақша, ол соңғы 24 айдың доходыңыз, орташа доходыңыздың 40%. Сонда алдында 17 ай бойы минималкадан социальный отчисление төлеген болсаңыздар, 1 МЗП-дан, кейін соңғы 7 ай максимальный суммадан социальный отчисление төлеген болсаңыз, орташа 24 ай үшін бізде доходыңыз 165 мың шығады. 165 мыңның 40%, ол 66 мың теңге айына. Осы суммадан пенсионный 10% ұсталынады, таза қолға 59.400 теңге шығады. Сонда 12 ай бойы артынан 59.400 теңге алып отырасыздар. Социальный отчисление 14.700, пенсионка өз қалауларыңыз кемінде 1 МЗП-дан 10% 6 мың теңге, және ВСМС стандарт бәріне 4200 теңге. Бұл видеода сіздерге бір сұрақтарыңыз қалса, комментарияға жазыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Қызықты тағы ақпараттар, лайфхактар болады.